Қадірменді көрермен, бағдарламамызды қонақпен сұхбат айдарында жалғайтын боламыз. Бүгін қонақжай студиямыздың мерейлі мейманы Әділхан Тілекқабылұлы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Республикалық оқытушылар байқауының 2-ші орын жүлдегері. Аға, қош келдіңіз студиямызға. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Енді жуырда ғана байқауға барып жүлдегер атанған екенсіз. Осы байқау жөнінде толықтырып айта өтсеңіз. Бұл енді азаматтарға мемлекеттік тілде оқыту аясында Шаяхмет атындағы орталыққа республикамызда тілдерді оқыту және үйлестіру деген. Міне осы орталықтың қолдауымен осы Ахмет Байтұрсын атындағы байқау ұйымдастырылды. Бұл оқытушылар байқау бұған дейін де бірнеше рет болды. Тек осы биылдан бастап Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні 22 қыркүйектен 5 қыркүйекке ауысқаны өздеріңіз де білесіздер. Енді ол себебі 5 қыркүйек қазақтың біртуар ұлы қазақ тілінің негізін салушы Ахмет Байтұрсыновтың туған күні. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының тілдері күні осы күнге ауыстырылды. Міне осы байқауда осы күні 4 және 5 қазан күні Қостанай қаласында тұңғыш рет Ахмет Байтұрсын атындағы оқытушылар арасындағы байқау деп өткізілді. Бұл байқау бұдан кейін де жыл сайын өзінің жалғасын табады. Яғни жыл сайын өткізілетін болды. Сіздің қарсыластарыңыз кімдер болды? Қандай форматта өткізілді байқау? Бұл енді қарсылас деген енді 14 үміткер қатыстық. Байқап тұрсақ, барлық облыстар қатысқан екен. Тек қана Маңғыстау облысы қатысқан жоқ, қалған облыстардың барлығы қатысты. Енді бана қарсыластардың барлығы енді ылғи мықтылар, не десеңіз, облыстан үкілеп жүрген жүйріктер. Оның үшін тек қана мемлекеттік тілде оқыту орталығы мұғалімдер емес, оның ішінде Назарбаев зияткерлік мектебінің оқытушылары болды. Оның ішінде мемлекеттік тілде оқыту орталығының директоры де болды. Оның ішінде жоғары оқу орындарының профессор да болды бана. Міне осындай дей тұрған бәріміздің илеп жүрген бір терінің пұшпағы, бәріміздің оқытып жүргеніміз осы қазақ тілі. Яғни осы азаматтарға қазақ тілін оқытып жүрік. Мектептегі оқушылармен қоса әртүрлі мекемелерге барып, осы мемлекеттік тілде біздің мәртебесін көтеру мақсатында да осындай курстар жүргізіп. Міне осы курс оқытушыларына арналған байқау болды. Енді ұстаздың жолы әрине ұлы жол, ауыр жол деп жатады. Осы жолды бала күннен таңдадыңыз ба? Әрине, бала күннен дегенде енді азап есейе келіп таңдадық. Негізін бала кезімізде бірінші, екінші класста жүргенде кім боласын десе, банағы әкеміз кім, сол болғымыз келетін еді. Ал одан кейін өсе келе банағы мамандық таңдау жастар енді 8-ші, 9-ші, 10-ші, 15-ші сыныптардағы. Міне осы өзімнің алған білімімді қай салаға арнасам болады, ертең өзімнен қандай жақсы маман болып шығам. Егер мен құрылыс білмесем, менен құрылыс шықпайды. Сондықтан да мен өзім жүрегіме жақын мамандықты осы қазақ тілі мәдениет пәнінің оқытушылығын таңдадым, мұғалімдігін. Енді қазір қоғамға көз салар болсақ, жастардың көбі оқу бітіре салып, енді мұғалім болып жатады. Біліктілік болсын, болмасын, білімі болсын, болмасын, ал оның оқытатын алдында шәкірттері бар. Қаншама қоғамды тәрбиелейді мұғалім дегеніміз. Қазірде мұғалімнің мәртебесі қандай, статусы қандай деңгейде, төмен деп жатады. Сіздің ойыңыз қандай? Әрине, бұнымен келісуге болады. Не десеңіз, бізде мұғалімнің мәртебесі сонау кеңестік кезеңдегі мұғалім мәртебесі мен қазіргі кездегі мұғалімнің мәртебесі екі түрлі, аз жер мен көктей. Бұнда мұғалімді ел сыйлайтын еді, халық сыйлайтын еді. Не десең, ол мұғалім ауылдың ұстазы деп саналатын еді. Сондай бір өлеңде болды біздің кезімізде. Ал енді қазір деген мұғалім деген ондай мәртебеден төмен түсіп кетті. Себебі қазіргі кезде бала тәрбиесіне міндетті көбінесе мұғалімге артып қойды. Ол банағы
үкіметтің жұмысынан басқа қазір елбасымыз айтып жатыр, мұғалімдерді анау қоғамдық жұмыстарға жекпеңдер деп жатыр. Менде ондай ауыр міндеттерді артпаңдар деп жатыр. Дей тұрғанмен бүкіл мектепте қанша бала болса, соның барлық тәрбиесінің міндеті қазір мектептің мойнында тұр. Енді жаңа бала тәрбиесі деп жатсыз. Сіз енді оқушыларды емес, білуімізше қызметкерлерді. Оқушыларды, қызметкерлерді тәрбиелеймін. Бала тәрбиелеуде ұстанымыңыз қандай өзіңіздің? Бала тәрбиелеуде ұстанымым барлығы білетіні бала жүрегіне жол табу бірінші ұстаным. Яғни екіншіден сол баланың алдына сіздің идеал болуыңыз. Енді елбасымыз әр жолдауында ұстаздарға аса мән беріп көңіл қойып отырады. Енді осы жолғы жолдауында да ұстаздар қауымына, ұстаздардың мәртебесіне деген өзінің ойын білдірген болатын. Сізге бұл жолдау қандай жаңалық болды? Ол әрине бізде жыл сайын елбасымыздың жолдауын үнемі тыңдап, талқылап, талдаймыз. Өзіміз ұжымымызда биылғы жолдаудың бір жақсысы бұл ұстаздарға деген көптеген көңіл бөлініп жатыр. Көбінесе кейде басқа салалар жатады, осы мұғалім мен ұстаздарға ғана көбінесе көңіл бөлінеді деп. Енді дейді оған мен ойлайтын сияқты, ұстаздардың бәрінің жағдайы керемет деп. Жоқ, ол мысалы мынау жалақының өсуі кеше көріністе беріліп жатыр. Сосын банағы оқу орнына банағы мұғалімдікке түсетін балалардың гранттың көптеп бөлінуі, ол болашақ ұстаздарға деген. Сонымен қоса, жас мұғалімдерге 7-20-25 деген бағдарлама бар. 7-20-25 деген бағдарлама. Осының өзі ұстаздарға, жас ұстазға баспаналы болса, осы бағдарлама өте қуағып болады. Енді ұстаздар мәртебесі жөнінде заң қабылданар болса, қандай мәселе шешімін табады деп ойлайсыз? Енді ұстаз мәртебесі туралы заң қабылданатын болса, біріншіден осы ұстаздың біліктілігіне аса мән береді деген ойдамын. Негізі ұстаз деген білікті ұстаздар өте көп. Бірақ та өздеріңіз де біліп жатырсыздар, білікті ұстаз тек қана сабақ беріп, өзін білген балаға үйретіп кетіп қалса бір жөн. Ол кісінің үстінде банағы көптеген соған қағаз жазу керек. Бала сабақ түсіндірудің алдында соны қалай түсіндіресің, этап бойынша мына қағаз жазу әлі күнге тоқтаған жоқ. Мына қағаз жазу азаяды деген сайын. Мына шетелде бір үлкен тәжірибе екен. Финляндияда болады деймін. Тәжірибелі мұғалім бана күнделікті сабақта не істейтінін қағазға тізіп жазбайды дейді. Егер сіз өзіңіз біліп тұрсаңыз, мысалы аспаз күнделікті пісіп жатқан тамағының не салатын қағазға тізіп жазбайды ғой, қалай істейтінін. Міне осының өзі бір шама байғаны уақыт алады. Оның өзі қағаз жазудың өзі оңай нәрсе емес, оған ойланып жазасыз. Міне ұстаз мәртебесі сол ұстазға деген сенім болса, ұстаздың біліктілігі балалардың біліммен бағаланса, әр тоқсан сайын сол ұстаздың біліктілігі баланың біліммен қандай білім берді, не нәрсеге үйретті, сонымен бағаланса, міне ұстаздың біліктілігі сол. Ол бірнеше кітап жазу міндет емес, бірнеше қағаз жазу міндет емес. Бала ең басты көрсеткіш. Бала ең басты көрсеткіш. Енді цифрлы Қазақстан деп жатырмыз ғой, бізде біртіндеп бұл жүйеге көшерміз деп ойлаймыз, енді электронды. Ол банағы қазір ғарыштық жылдамдықпен дамып келатыр ғой, әрине күнде көшеміз. Әйтпесе бұл көштен қалып қойсақ, онда біздің бана ғылым саласында босқа жүргеніміз. Енді аға, байқауға қайта оралайық. Байқауға барған кезде қандай критериялар бойынша таңдалдыңыз? Бұл енді бірінші турда хабарлады, телефонмен сіз екінші турға өттіңіз. Осындай күні 4-5 күні, қыркүйектің 4-5 күні байқау болады, соған билет алып келіңіз деді. Сол енді аймен қалған екі тур, бірінші өзіңіздің жетістіктеріңіз портфолиомен қорғайсыз, екіншісі
20 минут уақытта сабақты түгел жоспарлаған сабағын түгел бастаяқ қалай өткізесіңіз, соны көрсетіп шығасыз. Әдісіңізді, оның ішінде тапсырмаларыңызды, оның ішінде тек қана бір тапсырма емес, оның ішінде айтылумен жұмыс бар, оның ішінде жазылумен жұмыс бар, оның ішінде оқылумен жұмыс бар, оның ішінде тыңдалумен жұмыс бар. Соның барлығын қабыстырып, сіз өзінің сабағының шеберлігін көрсетеді. Неше жастағы балаларға сабақ бердіңіз? Бұл деген енді бала емес, бұл деген мемлекеттік қызметкерлер болған соң, банағы ересектер болды. Олардың жастары біргелкі болды. Енді мемлекеттік қызметкерлердің оқуға деген ынтасы қандай? Қаншалықты? Мемлекеттік қызметкерлердің оқуға деген ынтасы жоғары дегенмен, мектептегі оқушылай болмайды. Негізі мектептегі оқушының барлық жұмысы, барлық ынтасы оқуда. Оның күнделік жұмыс сол, сабаққа барады, сабақ оқиды. Сол алған жетістігін үйге алып келіп, үйдегілерін қуантады. Мен бүгін жақсы оқыдым, 5 алдым деген сияқты. Мемлекеттік қызметкерлер ондай мүмкіндігі жоқ. Себебі олардың кейде бос уақытта болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да бізде шама келсе жұмыстан кейін сабақ өткіздік. Енді бізге берілген уақыт осымен тәмамдалып қалған екен. Біздің көрермендерімізге өзіңізден таңғы тілек болса? Енді біздің тілейтініміз не? Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халқымыздың қара қазаны отаймасын. Өсіп келе жатқан жас ұрпақ, болашағымыз осы еліміз үшін игілікті қызмет етсін. Рахмет, Әділхан Тілекқабылұлы. Шақыртуымызды қабыл алып, қарбалас уақытта келгеніңізге алғыс білдіреміз. Еткен еңбегіңіз елене берсін, шәкірттеріңіз көп болсын. Рахмет.